Бүгінгі подкастымыздың мейманы Ислам аға Пірімбетов. Ашылайын деп ашылған жоқ, себебі бизнесмендердің өзі мені мәжбүр қылды десем болады. Айлық расходыңыз қанша? 356 мың доллар. Тан алды дедім. Бинго деп қой. Жұмысшылары қателессе, қандай болған шара қолданады? Жоқ болса, басымды ауыртып жүрген өзі жұмыста шаршап келген кезде білейін. Мәселен, егерде 100 миллион сауда істеп тұрған болсақ, соны 500 миллионға апарғымыз келеді. Бұл бизнесменнің арманы. Жұмысшы бұл клиент деген нәрсе. Неге мен саған Әзиз 100 мың доллар пұл беремін? Сатумен шұғыланамын деді. Соның өзі жетеді ау. Көп зат шешіп тастайды сол. Пұл болса өзім білемін, қайт басқару деген виждение бар. Мен айтамын да, егер сен өзің білетін болса, сенде уже пұл болған болар еді ғой деймін да. Негізінде. Ассалаумағалейкум, бізде бүгін таза жой бар. Сәубет подкастымыз. Бүгінгі подкастымыз не бойынша, қандай мазмұн мақсаты? Бүгінгі подкастымыз бизнес, әмде бизнесмендер, іспілермендер, әмде тәтбіркарлар үшін арналған. Арқайым менімен отырып көрсеңіз болады. Бұл еркін сәубет болады. Менің қасымда Рауаш. Хам Азиз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі подкастымыздың мейманы Ислам аға Пірімбетов. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сізді көрген Ассалаумағалейкум Әзиз, ассалаумағалейкум Рауаш, ассалаумағалейкум Әзиз бизнес-сүйер халқым. Мінекей сіздердің мінекей бастап атқан, ең алдымен мына бастап атырған подкастыңыз оң болсын деймін. Рәжі болса дауами болсын. Және де әрбір бизнес бастаушы халқымызға, я болса бизнес жүргізіп атқан халқымызға үлкен көмек тиеді деген үміттемін сіздерге. Құдай қаласа, Алла бұйырса. Қош келдіңіз ұстаз. Сізді көргенімізден қуаныштымыз. Әуелен бар сізді шақырып бізге отказ берместен, яқ деместен келгеніңіз үшін рахмет айтып қаламыз. Ондай болса, бастаймыз. Ұстаз, бүгінгі сұрауларымыз 3 блоктан барады. Сол бірінші блоктан сұраулар біз Ислам аға Пірімбетов кім екен деп сұрау пайда болуы мүмкін халықта. Соның үшін бірінші сіздің шахсиятыңыз, жеке өміріңізді бір ашып алсақ, халыққа таныстырсақ. Бірінші дәстепкі сұрауымыз сол Ислам аға Пірімбетов өзі кім? Атым Ислам, фамилиям Пірімбетов. 1976 жыл туылғанмын, жоғары мағлұматлымын. Қазіргі күнде 30 жылдан астам бизнес тарауындамын, яғни автомобиль ауыстық бөліктерін сатумен шұғылданып келемін. Қазіргі күнде тек қана біздер оптовый, яғни көтере сатумен шұғылданамыз. Соның ішінде мені танымауы мүмкін көпшілік. Но бірақ менің товарларымды тануы мүмкін. Себебі Қарақалпақстан халқына біздер көптеген автомобиль ауыстық бөліктерін жеткізіп береміз. Бірақ оны біздер арқылы басқа торговый точкаларымыз бар, солар сатады. Олардан брендтерде мәселен Рольф деген майларымыз бар, әртүрлі NGK свечалар бар. Майлардан бір кемінде бір 30-дан астам түрі бар. Барлығы ішінде ол біреуін хотя бы затын алған. Қазіргі күнде өзім шұғыланып келіп жатқан сол Oilmax Gold компаниясы бар, Акум Парс компаниясы бар. Бұлар біреу аккумулятор, біреу автомобиль ауыстық бөлік, антифриз, запчас, баллон және де фильтрлерді сатып бастайды. Онымен қатар мінекей өзім сол сырт елдердегі ұстазларымнан және де өзіміздің Өзбекстанда ұстаздардан алған білімдерімді мінекей 3 жылдан бері IP Consulting компаниясы арқылы сол бизнесмендерге сабақ бере бастадым, яғни ұстаз ете бастадым. Қазіргі күнде көпшілік танымалы брендтердің иелері менің шәкірттерім десем ешқашан алжаспаймын да. Көпшілігі мені ұстаз сипатында қазір таниды. Зор, біз де сіздің шәкіртіңізбіз. IP Consulting болса кішігірім айтып өтсеңіз. IP Consulting қазіргі күнде бұл ашылайын деп ашылған жоқ, себебі бизнесмендердің өзі мені мәжбүр қылды десем болады. Себебі мен бұны бизнес қылып ашпағанмын. Тек қана оқып жүргенімде көп мынандай клуб ағзаларымыз бар еді. Яғни бізде Қарақалпақстанда белгілі бір бизнес иелерімен клуб қылып тұрамыз да, содан кейін сол мен оқып келсем, оқып барып келдім айтып бер дей берді. Не өттің деп. Не өттің, айтып бер. Соны айтып беріп, оқы десем, маған еле басқалармен бөліссе деді. Сонымен бөлістік қарасақ аудитория жиналып барады. Яғни содан кейін қасыма не керек болды? Қасыма жәрдемші керек болды. Яғни тренингтерді командаға алу керек болды. Командаға айлық төлеу керек болды. Яғни содан кейін мен өз курстарын платный қылуға мәжбүр болдым да. Себебі команданы ұстап тұру керек. Яғни сол мен өзім бір кішкене бір бизнеске айланып кетті IP Consulting. Ұлыма IP Consulting бұл ашылуының себебі, бірінші себебі мынадай бизнесмендер мен бизнес кеңес деген өздерінің көрісіп тұратұғын жиналатын клубымыз бар. Ол жерде халқымызға белгілі бәрше іспілермендер, бизнесмендер жиналған. Халқымызға танықлы да жаңағы. Солармен сөйлесіп, сұрасуларда Ислам оқып келдің ғой, қане айтып бер бізге, не алдың, қайсы ұстаздан не алдың айтып бер. Соны айтып жүрдім де, айтып жүргеннен кейін бұны
біреулер айтып қалды, бұл көп адамға пайдасы тиеді ғой, бұндай инструменттер бізде білмейміз ғой, қане халыққа айтты деді. Ол халыққа айтуға мен бір өзім күшім жетпеді, қапталыма жәрдемші керек болды. Одан кейін сол жәрдемшілерді өзіме жинау үшін оларға айлық беру керек, сірә пустой қылып ешкім жүрмейді. Содан кейін тренингтерді пұллы қылдық, һәм соларға айлық бердік. Кейін әзір IP консалтингте уже 6 адам жұмыс істейді. Одан басқа медиа групп бар, оған һәм 5 адам пұл тұрады. Содан кейін әзір пұллы тренингке өтіп кетті кейін ағарда. Енді ол основной бірақ дараматым бәрібір запчасть сатудан келеді. Сол мәністе 2022 жылы IP консалтинг ашылып кетті өзіңіз. Әзір неге 3 жылдан бері аслам қызмет көрсетіп келатырмыз халқымызға. Ол жерлерде енді көпшілік белгілі бизнесмендердің барлығы мені әзір ұстаз санайды. Көп адамға уже танықлы бола бастады. Қанмен көрген жерінде әйтеу совет сұрайды. Әне сол әзір күнде запчасть сату сахасындамын, және де өзіме IP консалтинг, яғни бизнесмендерге консультация беру сахасында сол екі бизнеспен алып барып жатырмын. Мақсаты? IP консалтингтің мақсаты, ең басты мақсаты, мен өзім бизнес істегенмін 30 жылдан бері Асламда. Соның 3 жылы, 4 жылы, почти 31 жыл ғой, енді 94-тен басталғанмын, 1900. Әзір 4 жылы білім арқасында істегенмін. Қалған 27 жылы бұнда мен құлдықта жасаған екенмін. Қандай? Бизнес ашқанмын, оның сырын білмегенмін. Менде ойымда тек қана аз кім көп жұмыс істесе, көп пұл табады деген затпен істеп жүре бергенмін. Азан сағат 8-де барамын, кешкі сағат 12-1-лерде қайтамын. Үй көрмеймін ол дейсіз. Үй көрмеймін. Енді IP консалтингтегі мақсатым не? Басқа менен кейінгі менің жастарым, үкелерім, інілерім бәрі мен қылған қателікті қылмасын деп, соның үшін IP консалтингті ашқанмын. Бизнесті ешқашан бүйтіп басқармау керек екен. Бизнесті тек қана ұзақтан басқару керек екен. Ішіне кіріп кетпеу керек екен. Ол бизнес емес. Ләж болса, бизнесті басқаруымыз керек. Бизнес бізді емес. Мені 27 жыл басқарған болса, мен сол IP консалтинг соларды сол қатемді қайталамасын деген мақсатта IP консалтинг ашылған. Негізі сізді бизнес бастауға не итермелеген баста 94 жылы ашылған болса? Енді бизнес итермелеуге основной енді жасыратын жері жоқ. Пұл жетіспеушілік болған, көп пұл тауым керек, сонымен басыланған. Ең бірінші барған тренингіме барсадым, как будто мен айтып отырды жаңағыдай. Жаңа құлсаң, Әмме мысалдарында сіз болып тұрсыз. ментальный рабствосаң, әмме мысалында мен да 27 жыл білейін сода жасаған. Менде болған ғой. Әмме зат менде болған. Қателіктерімді айтып отыр, әммесі менде болған да. Сөйтіп олардың берген, мысалы қазір күнде, мысалы 40-тан астам ұстаздан білім алған болсам, әр қайсысы айтқан инструменттерді қолдау арқылы әзір ұлыма почти жұмысқа бармаймын десем болар. Бірақ бизнесім жүріп тұрыпты. Мәселен қарайық та, мен 27 жыл дауамында мен мына бір бутылға ие болдым дейді. Бір сумма бір $10,000 ма бір пайдаға ие болдым. Бір бутылға ие болдым. Бұл менің өзімнің біліммен бір бутылға ие болдым 27 жылда. Ал енді міне яғында 3 жылдық оқуым бар дейді. 3 жыл, почти 4 жыл болды. 4 жылдық оқуымда осы бутыл 9 бутыл болды да. Яғни 9 есе өсті да. Енді көрің, ал егер мен оны білім алмай, оқи бергенімде, істей бергенімде жұмысты да, білім алмай. Мынау 9-ға жету үшін неше 27 керек еді? 9-ға көбейтіп жібереміз. Әне, соның үшін мен білдім, ұстазлар бұл адамның өмірін ұзайтады екен. Бос уақытқа жатып береді. Да, соның үшін мен ұстаз болсам, адамдарға көпшілік уақыт ажыратып берген болармын. Ендігіден бір $10,000 пұл табу үшін 27 жыл, 30 жыл керек емес екен. Тек қана сырларын үйреніп алса, ол да 100 мың тауып алады. Қалеген бір миллиардерді, ямаса миллионерді айтып берің, кемінде оның 30-40 ұстазы бар. Ұстазы жоқ миллионерді көрмедім осы уақытқа дейін. Өзім болып кеттім деген. Ал біздерде не болған? Миллионер болғысы келеді, бірақ ұстазға шәкірт түскісі келмейді. Демек, ұстазлар баратын мәнзілді жағыластырады, яғни уақытты жолды жағыластырады. Сұрауларды тек арнан әзіргі басылайтын блогтағы сұраулар бизнес, емаса жас іспілермелер туралы блог аша жақпан, яғни жас іспілермелер сізді күзетеді, бірақ сізге бере алмайтын сұраулар, емаса енді басылайтын сұраулар болуы мүмкін. Солардан жас іспілерменің әзіргі күнде көп ұшырайтын қателер туралы, оларға мысалы идея бар дейді, бірақ пұл жоқ дейді, сондай бір мысал да. Көп қойылатын сұраулар. Көп қойылатын сұраулардың емес. Оларға мәслихат берсеңіз. Көп қоятын сұраулар емес, бұл жастарымыздағы убеждение дейді. Убеждение бұл қатып қалған пікір. Пұл болса өзім білемен, қайт басқару деген убеждение бар. Мен айтамын да, егер сен өзің білетін болса, сенде уже пұл болған болар еді ғой деймін да. Негізінде. Дұрыс па? Әмме затты білуші болсаң, сенде пұл болу керек еді ғой. Демек білмейсен бе, демек пұл жоқ. Сен содан кейін пұл сұрап жүрсең.
И сол адамдарға мысалы үшін сол пұл болса өзім білетемін деген адамға сол сумманы апарып берсең ойланып қалатын жері бар. сондай жері бар. Кейін және бір не бар, кейін және кредит алып баслау. Себебі кредит ол басқа біреудің пұлы. Содан кейін оған мехір бермейді. Раз болса бизнес баслай жақсан ба, пұл жоқ, пұл үзілуден тысқары, мен ең үлкен советім, бере жақ советім. Мейлі үйіңде пұлыңан бола қойсын, мейлі пұлың жоған бола қойсын, неден бастау керек бизнес баслау үшін айтайын ба? Сатушылықтан басласын. Сатушы, бір жыл сатушы болып істесін. Бірақ мынандай пікірмен істесін. Мен сатушы болып істеймін, бірақ кейіннен бизнесмен боламан деген ниетте істесін. Сатушы болып пұл табаман деген емес. Егер сатушы болып пұл табаман деп істесе, ондай ол сондай сатушылығымен кетеді. Ал егер мен бір жыл сол сату оқып үйренемін, себебі ертең келешекте мен бизнесмен боламан деп істесе, ол басқаша подход. Соның үшін үйіңде пұлы болсын, үрметті жастар, үйіңізде пұлыңыз болсын, мейлі пұлыңыз болмасын. Бірақ сіздер сату оқыптылығын бірінші өзіңізде күшейттіріп алыңыз керек. Себебі қалеген бизнес болсын. Біреулер айтады, істеп шығару ма жақсы ма, алып сату жақсы ма, я қызмет көрсету жақсы ма дейді. Егер үшеуін болмайды, егер сізде сату болмаса. Соның үшін әмме бизнесті рауажландыратын нәрсе бұл сол бизнес иесінің сату оқыптылығына байланысты. Демек, сату дегенде базарға барып товар сату емес, қызметін сату. Мейлі, қызметін сату. Ол сату дегенде мысалға бір товарға жақсы көріп қалмау керек. Сатушы деген қандай? Оған товардың парығы жоқ, қандай сату болса да. Ана сол сату оқыптылығы жастарымыз бірінші өзінде бір жыл хотя бы жетеді ол. Ана содан кейін бизнес ашса, егер сату оқыптылығын келтірсе, оған пұлам керек емес, кейін өзі түсініп жетеді оның. Сату деген көнікпені рауажландырдық. Және қандай көнікпелер керек? Сату бар, көнікпесі, және соның өзі жетеді ау. Көп зат шешіп тастайды сол. команда басқару. Енді ол кейінгі этаптарда. Қазір үйрену керек емес. Мысалы айтады, бизнес бастау үшін не қылсам болады, қайсы сабағында оқысам болады дейді, көпшілік сұрау береді. Мен айтамын, менің курсым керек емес, жұмыстарды басқару, финансты басқару. Бірінші сен сатуды біл. Риск деген, енді сату үйренді, рискті бақылау. Аха. Тәуекел. Риск демейік. Бірінші бизнесмен болсын, ямаса енді бизнес ашажақ болсын, бұларда риск болмайды, бұларда қорқу болады. Риск деп айтты, оларда қорқу болады. Жақылар үстінен күлмеу үшін. Да, ұялып қалудан қорқу, келіспей қалуынан қорқу, пұл жойтып алуынан қорқу, уақыт жойтуынан қорқу болады. Енді қараң, қорқуды қалай жеңеміз десек жақсы болады. Рискті қалай жеңеміз десем, бұл қағазға оралып кетеді да? Қорқу. Просто дәл айтайық, қорқу бұларды ұстап тұрады. Оны риск деп түсінеді. Енді адамның қорқуы қалай жеңіледі? Айтайын ба? Ол сол бастай жақ жұмысы бойынша мағлұматлар аз болса, ол қорқып тұрады. Қорқуды жеңетін зат максимал дәрежеде мағлұмат жинау керек. Анализдеу керек та? Анализдеу үшін мағлұмат керек. Мысалға сен бір жерден товар ала жақсаң дейік. Дұрыс, бір жерден Қытайдан товар алып келе жақсаң. Сен қорқып тұрасың. Неден қорқып тұрасың айтайын ба? Мен қай жерге барып боламан деген информация жоқ. Доллардың курсын неше сомнан алмастыраман, кімге хабарласаман, мошенник емес па? Сол, мошенник емес пе, сол хақында информация болмағанда сенде қорқу болып тұрады. Қазір айтып отқан риск сол нәрсесі. Тек қана қорқуды жеңетін нәрсе, бұл сол хақында информация көплеу жинауымыз керек. Қанша көп жинасақ, біздерде сонша қорқу кетеді, сонша рискам кетеді. Мен сондай бір кейс айтып берсем бола ма? Мысалға мынандай, бір адамды таниман, ол бір жерде шетелде жұмыс істеп келіп, $200,000 капитал жинап келді. Бір және бір екінші адамды таниман, өзім өмірімде болған уақия. Алдым да өмірімде болған уақия. Бірінші бала $200,000 пұл жинап келіп, бизнес жүргіземін деді. Екінші бала $40,000 пұл жинап келді. Одан бизнес жүргіземін деді. $200,000 тауып жинап келген адам бірден бизнес ашты. Ал $40,000 пұл тауып келген адам пұлын бір шетке түйіп қойып, біреуге шәкірт түсті. Сатушы болып оң қолында жұмыс істеді. Үйренді ма? Енді арадан қазір содан бері 20 жыл өтті. Қазір қарасам $200,000 алып келген бала қазір бір жерде білмеймін, бір жерлерде істеп жүрді ол. Бірақ состояние жоқ. Ал жаңа 40,000 тауып келген қазір нормальный бір бизнестің иесі. Әнекей істілігі. Сатушылық нүгеге апарған. Бұл кейінгі сұрау, сол чат GPT емес соған жасалма интеллектілер, тек жасыларға емес, бизнес иелері ашып қойған бизнесмендерге де апай халыққа да тәсірі болуы мүмкін. Келешекте қандай имканият па, яки қауіп па?
Сүнний интеллект па? Сүнний интеллект. Сүнний интеллект бұл Бизнесте- әлбетте қауіп. Не үшін? Бұл не үшін қауіп? Себебі сүнний интеллект бұл адамлардың жұмыссыздыққа алып келуі де мүмкін. Себебі сүнний интеллект қазір кім? Сүнний интеллект адам істейді, оған физический минет бар, физический минет бар, кейін ақыли минет бар. Даже бұрын физический минетлерді роботлар алып бір жұмыссыздыққа, автоматизация, автоматика дегенде бар, роботлар өздері сваркілеп, өздері не қылып, кранлар шығып кетті уже. Бұрын оны көтеру үшін бір 20 адам болса, кранның өз әммесін көтеріп қойып жатыр. Әне сол жұмыссыздық бар. Енді ақыли минеттен осы сүнний интеллект алады. Енді қандай затты жұмыс орнына вакансия көп дейтін болсаң, ендігінде уже қалып пен сезімі күшті адамдарды алатын болады. Себебі сүнний интеллектте сезім деген нәрсе жоқ қой. Әзірше. Түсіндің ба? Енді қандай жұмыстар күшейеді? Сезіммен қылу керек. Эмоционально. Енді бұны физическийді яқшы алған болса, адамдар уже ақылиға өту керек. Қазір көп адамдар ақылиға өтпей тұрып, уже технология алдыға шығып бара жатыр. Ақылиды елеп жатыр енді. Енді уже сезімлік дегенге өтуіміз керек уже. Бізде артта қалып қойсақ болмайды. Мәселе мынандай заттар. Сезімлік дегенде көп адам искусствоны түсінбейді, дөртеушілік түсініп кетпей ма? Иә, сезімлік деген дұрыс айтасың, сондай болып кетуі мүмкін. Сезім деген, сезу деген хыс ету. Маркетология пәні бұл сезімлік. Клиентің сен сезіп білуің керек. Бизнесмен сондай. Кім сезе алса клиентін, сол күшті болады. Егер ақыли, ой, өйттік дегенмен, ол мәселен цифрлармен басқару бұл ақыли. Цифрларда сүнний интеллект басып кетеді. Енді просто қараң, соның үшін бизнесмендерге ілтимасым технологиядан артта қалмау керек. Жасалма интеллект көптеген кәсіптерді жауып тастайды, алып қояды өзіне. Даже дизайнерлерді алып қояды ғой. Ол жақында уже видеографларды алып қояды, дизайнерлерді алып қояды. Және бар ғой, шайырлардан алып қояды екен. Қиямет қосылы жаратып отырып. тиынның екі тарапы болады дегендей жақсы тараптардан бар ғой. Әлбетте. Енді дұрыс тұрмыс жақсыланады. Тұрмыстың рауаждануы тез болады. Бұрын мысалы 10 мың долларды 10 жылда, емесе 1 жылда соған ерсетін болсаң, сүнний интеллект қолдауға қалып, 1 айда, 2 айда тауып өтуің. Оны енді кімнің қайтып пайдаланғанына байланысты. Майндсетіне байланысты. Қандай қабылдағанына байланысты. Демек қабылдауда көптеген адамның бәрі неге барып тақалады екен да, адамның ой-өрісіне барып тақалады екен да. Кейінгі блокта өзіңіздің маслихатларыңыз, ұлымалық маслихатларыңызға байланысты сұраулар болады. Бұл өміріңізге, мысалы, мотивацияңызға, кейін энергияңызға байланысты сұраулар болады. Сондай сұраулардың бірі, ұлыма бұза алмайтын принциптер. Ұлыма бұза алмайтын принциптеріңіз бар ма? Сұрауларыңыз қиямет деген, боковойдан бірден ұрады екенсің. Мен бұзбайтын принципім основной ұялып қалатын жерінен қорқамын. Екі сөйлеу болып қалудан жерінен қорқамын. Соның үшін бір затты дұрыс арасында өтірік сөйлеп қоямын. Бірақ сол өтірік сөйлеп қойсам, соған неше сом пұл кетсе де, соны расқа айландыруға әрекет қыламын. Өтірік сөйлеп қоюдан қорқамын. Я 2 мәрте сөз беріп қоюдан қорқамын. Енді кешігуден сірә, бірақ яман кешігемін. Оны мойныман. Бірақ мен аз қасымда Талғат жүрді, неше жылдан 1 жыл болды ғой, бірақ мен сол Талғат өзі сол затқа мені масластырып жатыр. Тайм-менеджментке ма? Тайм-менеджментке. Себебі ол өзі сондай. Алдыңғы мен орталығым, мысалы, сағат 3-ке деп келсеміз, әмме 4-те барамыз, mesela 4-те дейді, бір басымыз бүркпейді. Енді Талғат мәселе маған айтады, сағат ислама 11-ге дейді ғой, өзі 10-да 45-те сүйерде болады. Кейін прикинь, мен ұяламан даже 10 алдында бар ғой. 1-2 рет кешіп келдім, қарасам 10:45-тен бері тұрыппан дейді да. Айтырым 9-да болатын көрсетуге 8-де келіп алғаным. Қатты тайм-менеджментке соның үшін основной бізде дисциплинаға үйретеді оған зат бар, орталық. Бізде кіммен көп сөйлесіп жатырмыз. Демек тайм-менеджментке өзіңіз қоя алмайсыз. Оны орталық қойып береді екен. Жеке өмір менен жұмыс арасындағы тең салмақтылық. Енді колесо жизни баланса деген бар ғой, дөңгелек. Шаңырағыңыз пен бизнесіңіз. Шаңырақта мен тең салмақтылықты қою мәселесі. Ең шаңырақ пен азанғы шайды бірге отырып ішкенді жақсы көремін. Бірақ соның үшін азанғы шайды бірге отырып ішеміз. Кеште енді әркім енді балаларымыз да үлкен, оның өзінің бизнесі бар. Қызым Ташкентте, бірақ ең арманым қандай? Бір жаздың күні бір азанмен бір тапшанда отырып, бір ыссы шөлекпен, сарымаймен сөгілдерімді қатты арман етемін. Тез-тезден сөйтіп азанда отырып тұрамыз да. Соның үшін мен обедтен кейін шығамын жұмысқа шықсам. Қандай жұмыс, встреча болсын, бәрін обедтен кейін қоямын.
түске шекем шаңырақ күн. Түске шекем шаңырақта. Үйде боламын мен. Кейін және не? Үйге асығамын. Себебі не үшін үйге асығамын, бір зат айтайын ба? Алдын не үшін үйден қашатын ем? Аз көбісіңіз үйіңізге барудан қалемейді. Себебі үйде сөйлесетін адам болмағаннан кейін. Соның үшін мен әйелімді оқытып қойыппын. Әйелімді оқыттым, сол не үшін оқыттым? Менімен тең сөйлессін. Демек, бизнесмен үшін үйдегі әйел адамның хаялын Әйеліңізді оқытың да. Аслан, әйел адамды оқыту керек та, одан пұл аямау керек. Себебі ол балаларымыз тәрбиелейді. Енді қазіргі тілмен айтқанда, осы бизнесмен дейді, яғни бизнесмен аял қызларымызға қандай пікір білдіресіз? Бизнесмен әйелдерге ме? Әйел бизнесмендер, біраз әйелдер бар, бір жерде тұра береді, біраз әйел бизнесмендер бар, бірден өсіп кетеді. Не парқы бар деп ойлайсыз? Мысалға, әйел адам бизнесті жақсы жүргізеді, бірақ көтеріп бере алмауы мүмкін, шендешең әйелдер. Көпшілігі шендешеңін көтере алады өзі жақсы, бірақ біреулері бар, көтере алмайды, бір бизнес ұстап тұра береді. Демек, оның қасына еркек адам керек. Мәйлі күйеу болсын, мәйлі бір администрациясы болсын, қатия сол ключевой показательдерді көтеретін. Егер әйел адам болады болса, демек, әйел адам бір жерде ұстап тұрған жақсы көреді, бірақ көтере алмайды. Соның үшін оның қасына көмекші ме, администратор ма, еркек адам болу керек. Еркек адам тек көтеріп беруші да, әйел адам ұстап қалушы. Соның үшін егер сіздер мысалға руководитель қоясыз ғой бір еркек адамды, руководитель қойсаңыз бизнесіңізге, еркек адам тек көтеріп береді, түсіріп жібереді. Эмоцияға емес, ол комфортқа кіреді еркек адам тез. Тез жаңағы удовольствие алғысы келеді де, тез не алады. Соның үшін еркек адам яман көтереді потолок, көтерсе мүмкін емес көтереді. Бірақ ұстап қала алмайды да оны. Әйел адам соны ұстап қалады. Соның үшін қараң, руководитель болсын, ямаса бизнесмен әйел болсын, соның қасында администратор я бірде күйеу болу керек. Күйеу сразу көтеріп береді, әйел ұстап қалады. Күйеу және көтеріп береді, әйел ұстап қалады. Түсе берсін, бәрі бір жақтан бастайды ол. Чем әйел адам бизнес басқарғаннан көре бизнесмендерді тәрбиелағаны дұрыстау емес пе екен? Енді неге? Бәрібір енді қайткенде де шаңырақта бала тәрбиесі дұрыс. Бірақ ол жас кезінде дұрыс алаң болады балаға, ол бала ауырады. Және үйдің шаруасы бар, және бір затлар бар, және бір менталитетіміз бар, әйел адам үйде отыру керек деген жазып айтқандай. Соның үшін әйел адам қай уақытта күшейеді? 40-тан кейін әйел адам бизнесті четкий күшейтеді. Себебі ол сол нелерден босайды. Баласы үлкен болады. Соның үшін мен өзім советім, бизнеспен істемейсің, бизнеспен араласпасың деп мен бәрі әйелдерді жазаламақ сөзбен, хотя араласын, бірақ кіттай частично араласын, бірақ 40-тан кейін максимум аса болады. Ана сол көзде бомба бизнесмен әйел шығады. Ислам аға, мысал үшін шаңырағыңызға, жұмысыңызға, оқу курстарына энергияны қаяқтан аласыз? Да. Көпшілік адам сұрау береді, негізі мен спортпен шұғылданбаймын. Бірлерді спорттан, жүгіруден, жүрудан дейді. Спорттан дейді. Ләз болса мынандай ұстазларым айтқан, өзіңе ұнаған затпен шұғылдан деген да. Меніңше өзің жақсы көретін. Өзіңді просто қапеске тықпа деген гәп бар. Мысалы спортпен шұғылдан, егер ол сені қиналып тұрып істеуге болмайды деген да. Соның үшін маған спорт жақпайды. Мырзахан Нарбековтың айтылған несі. Маған спорт жақпайды. Ал мен энергияны қақтарамын, мен кішкене ғана мақсат қоямын. Бір аптелік қоямын. Менің мақсатым 1 жылдығым бар, аптелік қоямын, 1 айлық қоямын. Мысалы аптелік мақсатыма ерсем, сол қойған мақсатыма ерсем, мен содан аламын энергия. Ал кейін неден ерсем энергия аламын. Кейін және бір энергия алатын затым бар, біреуге бір затты уәде беремін. Мысалға Талғат айтады, бүгін тренинг қояйық дейді. Қашанға? Бір 10 күн қояйық дейді. 10 күн алдын айтады. Мәселен, аз айтуым мүмкін, 27 ноябрьге мен жұмысшылар бойынша мен тренинг қойып жатпан дейді. Мен содан кейін таярланып бастаймын. Оқымайтын кітаптарымды оқып бастаймын. Білмеймін, энергия қаяқтан келетінін. Себебі ана жерде ұялу деген зат энергия айтқаныңызда ұялу деген негіз. Ұялу деген зат принципінде қатты қиналып тоқтам. Мен оқиын, не айтамын ойда. Мынандай сұрау берсе не аламын, мынандай қылса не аламын деп, сол күндері түнімен болса да таярланамын. Энергия келе береді, білмеймін не екенін. Ислам Пірімбетов негативке сәл қарсылау тұрады. Қосыламын. Ойын саласың. Созатын мен жоқ қыла алмай жатпан. Таң алды деп не? Бинго деп қойшы. Оны деп апай қылып, айтса айта білмейме деп қоя алмайсыз ба сонда? Просто ол негатив, мен оның убеждениесін сындыруға әрекет қыламын. Себебі убеждение бұл адамға тиген кеселдік, бұл хронический болып кетуі мүмкін да. Дауымды болып па? Да. Мысалы қара,
бір алдыңнан бір зат шығып қалды, қолыңда инструмент жоқ та. Мысалға бір ар жағына бара жатқан, ар жағында жақсы болды, қасыңдаған бара жақ та. Бірақ қасыңдағы адам алдына мынандай зат қойыпты да, соны ұрып сындыруға әрекет қылмай жанба. Мен соны сындырғым келеді. Мәселен, сен мына бір зат түсіріп алшы. Мына қағаз таста жібер, жерге. Азиз, неге түсіріп алдың ананы деймін ғой. Сен айтады, мен емес деп көр. Сондай қылады да түсіндіре алдың ғой. Асыра мен емес, мынаны түсіргендерді. Ауа, және мен емес дейді да, деді. Ол көріп тұппан ғой деймін да, мен түсіргенімді. Сен содан ашуым келмей не ады. Егер мен оны көрмесем екен, онда мен ашуым келмейді. Түсіп кеткен шығар деп өзіне. Мысалға мен түсіріп алайын. Айт маған, неге түсіріп алдың? Неге түсіріп алдың? Мен емес ол. Анау шығар білмеймін. Кім десең білмеймін десең де ашуың келе ме? Конечно. Демек, достар, нәубеттегі сұрауларымыз пулы темада болады. Ұзақласқан. Ислам Пірімбетовтің дивиденд ямаса дараматы қанша? Дараматы ма? Бір айлық? Бір айлық дараматы Ислам Пірімбетовтің. Нормально. Үшіп тұрайық па камера? Иә, Аллаға шүкір, жақсы. Даже менің бір айлық дараматым біреулердің бір айлық саудасы да. Орта бизнесменнің бір саудасы бір айлық. Менің доходым, яғни чистый прибыль. Неше сом деді? Так, оны мынандай қылайық та, халқымызға бір егер комментарийда кім тауып алса, хотя бы жақынласа, мен соған бір сауға қойсам болады ма? Болады. Вообще зор. Қандай сауға? Да, олар бір прогноз қылып көрсін, менің сол істеп жатқанымнан немізден, Қандай сауға? Тап соған жақынласа, мен соны бизнес бойынша бір сағатлық консультация бипыл қылып берейін. Зор. Неше сом? Айтып жүрсің. Айта беремін, өзім айтамын. Маған жібересің. Комментарийдің. Комментарийдан жібересің. Демек, достар, бұл сұрауды, яғни жауабын YouTube-тағы каналымыздың комментариясына жазып қойсаңыз болады. Мен мысалы кім тауған болса дараматымды, мен хотя бы жақынласын, мен соған әйтеуір өзімнің бір сағатлық бипыл консультация алып беремін. Хоть ол бизнес бастаушы болсын, хоть ол бизнесмен болсын, қанекей комментарийда жазсын. Бола ма сөйтсек? Болады. Аз сен білесіз ғой, біздің бір сағатлық консультация $200 тұратын. Яғни $200 сізге сауға бар деген. Демек, достар, осы Ислам аға Пірімбетовтің дараматы қанша екенін тапқан бір ғана достымызға Ислам аға Пірімбетов тарапынан бір сағатлық консультация бипыл. Сондай ма? Ес, мен шығып кеттім. Бәрібір айта алмадық қылады. Айлық расходыңыз қанша? Айлық расходым мен өзімдікі ме? Балаларыңыздың оқуларын, қыздарыңыздың олармен мен шұғылданбаймын, олармен кішкене шұғылданады. Соның үшін менің айлықларымды бизнесте үлестерді кішкене тапсырғанмын, өзі сол айлықларды басқарады. Ал егер өзімнің собственный өзімнің мысалы оқуларға, нелерге ләжі болса, я сол айлығымнан аламын, болмаса өзімнің IP-ден түскен кішкене дараматларымнан оқуыма төлеймін. Тиді ме оқуыма төлеймін. Себебі бір 5 күндік тренинг, мәселен Марғұлан Сейсенбаевтың 1 жылдық подпискасы $10,000 тұрады. Әзір мысалы Абу-Дабидегі затқа $3,000 төлегенбіз. Осы уақытқа дейін оқыған оқуларыңызға қанша сума кетті? $356,000 пұл кетті. $356,000. Точно есептеп қойдым. Бәрін есептеп шықтыңыз ба? Ау, мен постоянно есептеп тұрмын. Ол сонда түсінбей қайтадан бара бергендіктен ба, яғни әркімге бара бергендіктен ба? Әркімге бара берген. Яғни мысалы үшін бұл себебі мынандай да, мысалы бір адамға $10,000 төледім бе, бұл маған мысалы оқуға бармастан бұрын А-точкамды көріп кетемін. А-точкамды көремін, так мен 300 миллион сауда істеп тұрмын деймін мысалы. Мен 10 миллион неге төледім? Курсқа. Курсқа төледім. Кейіннен не қыламын, барып тұрып, сол 400 миллион болса, демек 10 миллион жапты. Дәлше оқиман деген болады. Значит, алған инструментіңіз сізді қолданыстан кейін асырса, қайтадан бір инструментпен асырады ғой. Ол ешқашан білімге тігілген, бұл ешқашан жаумай қалған жоқ. Ислам ағаның ұстаздың ең күшлі, ең жақсы шәкірті не үшін филиалды тапсырды? Не үшін менің руководителім филиалды тапсырды? Ол тапсырған жоқ, оның кітті нюанслары болды. Себебі мен оны қате қойғанмын. Себебі оның күшлі тарихы басқа жақта екен. Мысалы? Мәселен қара, ол қасқыр болса да, ол қасқыр екен да. Мен оның алдына қой байлап қойғанмын да. Ол қасқыр мен басқа қорада сақлауым керек екен да. Қойды басқа қорада сақлауым керек. Оны бір жалпы қылып айтып берсеңіз. Басқа тәдбіркарларда, басқа бизнесмендерде содан пайдаланса. Мысалы үшін енді бұл жерде сұрау, не үшін кетіп қалды деген
грубо айтқанда. Кеткен жоқ. Кеткен жоқ, бірақ енді тапсырып жібергеннің өзі Кеткен жоқ. Бірақ тапсырғанмен оған және бір орын өзін ашады ғой, мен одан басқа компартабельный жұмыс тауып бердім. Не затқа әтібар бермей қалғансыз? Мен ба? Мен әтібар, ona менің ошибкам, несіне әтібар бергенмен ол руководительге. Ол руководительге мен әтібар қаратпағанмын. Ол маған үлкен нәтижелерді әкеп берген, мен әтібар қаратпағанмын. Тек айлық бере бергенсіз ба? Айлығым нормально еді, ол айлықтан гәп жоқ еді. Просто мен әтібар бергенмен, оң жағдайың қалай, саған жетіп жатыр ма сол, сенің мақсатың қандай. Және сұрамағансыз. Сұрамағанмын. Және маған сауданы көтеріп берген, мен оны не болғанмын, мақтамағанмын. Жақсы көтердің ба деп қойғанмын болған. Соның үшін әрбір жұмыс, ямаса руководитель болсын, олар не болады екен бізге, біздердің әтібарымыздан поощрение күтеткенде, ақша емес ол зат. Ақшадан басқа мақтау күтеткенде, мен сол затты уақытында қылмағанмын. Содан кейін маған ол әтібарын тарту үшін басқа жақтардан нарушение қылып көрсетіп, әтібарымды тартқан. Демек, значит, уақытында әтібар қаратылмаса, нарушение істеп тастайды. Өзі жұмысшы, қалеген жұмысшы өзі әтібарын қаратқанды жақсы көреді. Ол айттым, жора, айт деп еді ғой маған соны. Әлбетте қазір. Неға ұсын сұрауды суытпай қыздың, Ислам Пірімбетов, мысалы үшін, жұмысшылары қателессе, қандай оған шара қолданады? Жазалай ма, шығарып жібере ма жұмыстан, басқа қыла ма? Біздерде жұмысшылар қателессе, мен айтуым шарт емес, себебі өздері қателескен біледі. Сөйтіп, қателескен біледі, өзінің несінен неше сом шегерілетінін өзінен біледі. Демек жазылған. Біздерде 13-ші айлық деген бар, 13-ші айлығынан шегіліп қалынады. Жарима системасы. Өзінің жаримасын төлеп кетеді. Бірақ сізден ондай қатты қопал сөздер ақылсыздар. Бағырып не аламыз. Қаншаға дейін жойды жұмысшы сізге зиян алып келді? Ең үлкен сума? Ең үлкен сума $42,000. Шешімі? Шешімі болды, рахмет, сау болды. $42,000 ақты? $42,000. Кетті. Аспанға ұшып кетті ме? Нағараңда адам көп дәрамат тауған сайын, сіздердің ошибкаңыздан сонша қымбаттап бара береді. Поступок. Түсіндіре алдың ба? Дұрыс. Сен пұл жейді отырсың ғой. Конечно. Бірақ өзің дәраматыңнан келгеніне. Мысалы, сенің қазір дәраматың айына $10,000 пұл тапсаң, сен айына где-то 1000-2000 жейтасың. Ол табиғи халат. Егер сен 5000-6000 табатын болсаң, онда сен 500-200-300 жейтасың. Өзіміздің дәраматымызға қарап. Ауға содан коэффициенті бірдей пропорционал өсіп бара береді. Соның үшін оған қарамаң да. Бәрі минус болды. Да, минус болады. Зато сен келгенін айт, келгеннен мынау рағым ауысты. Байлық бұл ең ақырында қалған нәрсе, сіз істеп тапқан нәрсе емес. Міне, кейінгі сұрауға өтсек, Ислам аға, міне 2025 жылы жұмақланып алдында. Бір жыл davomida сізде өміріңізде, бизнесіңізде, өзіңізде алған ең үлкен сабағыңыз. Сол бір жыл davomida. Ең көп зат алғаным, мысалға, кеше Қырғызстанда үлкен Кайзен клубтың үлкен несі болды, форум болды. Сонда мен алған нәрсем жұмысшы бұл клиент деген нәрсе. Жұмысшы бұл клиент. Жұмысшы бұл сіздің клиент деген. Мен соның үшін жұмысшыға мен клиентті қарауымыз керек екен. Ең алған сабағым. Мен бұрын жұмысшы ақшаға істеу керек деп жүретінім. Ол маған команда деп жүретінім. Жұмысшы бұл клиент екен. Жұмысшыны тартуымыздан клиентке қандай клиент тарту үшін қызмет істедік, жұмысшыға да сол. Жұмысшыны ұстап тұру үшін клиент ұстап тұру үшін қандай зат істедік, жұмысшыға да сондай зат істеуіміз керек екен. Кетіп қалған жұмысшынам, кетіп қалған клиентке қарап, оны тартуымыз керек екен. Енді шығарып жібергенді айтып отқаным жоқ. Енді шығарып жібергенді қайтып тартып болмайды. Себебі ол сіз нарушениесін білесіз. Түсіндіңіз ба? Мен сол затты үлкен сабақ қылып алдым. Енді жұмысшыларыма басқаша көзқараспен қарадым. Енді өзіме клиент деп қарайтын болдым. Сөйтіп бастап мошенник кетіп жатыр. Демек, жұмысшыларға да клиентке қараған мехр беру. Атақ және менің бар, менің әдетім бар, күнде азанда тұрамын, мысалы 8-9 болсын, тұрамын да, көп ұйықтаймын бірақ. Қойғын, 8-де тұрмайсың. 11-де тұрасың. Да, 11-де болған, енді сәл камера болғаннан Білет кетсе ғой, бұл қатты үйренген екен мен де. 8-9 деп қойды. Да, 11-12-де тұрамын да. Дұрыс айтты. Мен азанда тұрып болып, мынандай зат аламын. Күнде YouTube-дан болсын, ChatGPT-дан болсын, ямаса бір Google-дан болсын, мен өзім білмеген 2 инструмент алуым керек күнде азанда. Таза. Күллік дисциплина бұл. Күнлік дисциплина бұл.
егер мен сол екінші инструментті алмаған шай ішіп отыра беремін. Обедімді жеп отыра беремін бұған. Ана дастарханда ғана печенье бар, сырок бәрін жей беремін. Жаңа таумаған салып береді. Сол екеуін алғаннан кейін барып орнынан тұрамын. Мысалы үшін мынау не зат деген дейді. Енді жұмыстар басқару болсын, сауданы асыру бойынша болсын. Алдым мен білмей тұғым, екінші инструмент аламын. Іздеймін соны полный. Ислам Пірімбетовтің ең үлкен қылған қатесі қандай? Өмірде ауылында болсын, жақынарда болсын, бизнесіңізде болсын. Мен давайте жұмысыңыздан, бизнесіңізден ең үлкен қатем сол 27 жыл давамында білім алмаған. Соған ұстазға шәкірт түспеген. Шәкірт түсуді мен өзім мен барып не аламын сұрап, мен бір сауатсыз болып қаламын ғой, топой болып көрініп қаламын ғой деп ұстап жүрген барьерім 27 жыл өмірім өтіп кетті. Екінші өкінет оған нәрсем жаслық кезімдегі бекарға кетіп қалған уақытларым. Яғни жұмыс барысында, жұмыста жүріп. Жұмыстан тыс қанам да. Құр жіберіп алдым да, мысалы, бильярд ойнау, контр ойнау, ойында болған. Жеге контр отказбен бармаймын дедім. Да. Мысалы, бекарға кеткен уақыт деп қайсы уақытты айтамыз айтайын ба? Ол бекарға кеткен қай уақытта білеміз? Мысалға сен мақсатты қойғансаң, оған уақыт бар, дұрыс, уақыт тігуің керек мақсатты орындау үшін. Қандай да бір энергия тігуің керек, қандай да бір пұл тігуің керек. Қараңда, пұлыңды саусаң, бірақ мақсатқа апарат болған нәрсе емес, басқа затқа саусаң, бұл бекарға кеткен пұл. Уақытында мақсатқа бағытталанбаған, басқа жаққа кеткен, сауылған уақыт, бұл бекарға кеткен уақыт. Контр сен мақсатыңа апара ма? Демек ол бекарға кеткен уақыт. Дұрыс па? Енді ол бір не дейді, бір шаршаған шығарып демалу деген заттар емес. Демалу керек. Сен мақсатқа жетіп болып демалса. Соған соның үшін да, оны эмоционал дұрыс демалу керек. Бірақ сен мақсатқа жеткен кезде демал. Бізде неге бірінші демалып кейін мақсатқа жету, ондай болмайды ғой. Қайсы артисті көрдің, бірінші шапалақ алып алып кейін қозы айтқан. Дұрыс. Ол сондай болып қалады, шапалақты алдын алып, кейін қозы айтып беремін. Шапалағыңыз қандай? Көрейін, соған қарап жараса айтаман деген демейді ғой. Мақсат туралы деп кетті Ислам аға. Мақсат қойған мақсатларыңыз, мысалы 5 жылдық, 10 жылдық ұзақ мүдделі мақсатларыңыз бар шығар. Кейінгі өзгерістер, немесе кейінгі әртүрлі мынандай жаңалықтар себебі өзгерген мақсатларыңыз бар ма? Мақсатларды өзгерткен. Мақсат өзгертіп болмайды ғой. Мақсат ұлыма өзгертпеу керек. Егер өзгертетін болсаң, не үшін қоясың? Мәселен, бизнес тұрғанда яки басқа да тұрғанда. Мақсатта мына қарағанда мақсат бір қойылады. Енді соған баратын жолы бар, кіші мақсатлар бар. Кіші мақсат өзгерген болды, бірақ основной мақсат өзгерген жоқ та. Мысалға мен мақсатымды қойған болсам, мысалға бір миллионер болу дегенді қояйын. Мысалға да бір мысалы 2026-да уже миллионер боламын деп бір мақсат қойып едім да. Бірақ сол кезде мысалы миллионер болу үшін не болуым керек? 10 филиал ашуым керек дедім. 11 филиал ашты қазір. Сөйтіп оның біреуі замен маслы болу керек дедім. Сөйтіп замен маслымен барайын десем, замен маслы маған что-то базар кішкен екен. Сөйтіп замен маслы дегеннен уас тарттым. Мен мақсаттан уас кешкем жоқ, мен баратын жолдан уас кештім. Соның үшін мақсат біреу болады. Бірақ оған баратын жолдан уас кешу керек. Бірақ мақсат кешілмейді. Ол мақсат кешілетін болса, ол мақсат емес. Демек ол хақиқи мақсат емес. Да. Апаратын жолдан бас кешілмейді, бірақ өзгертіледі. Өзгертіледі ол. Бірақ мақсат тұрады. Соның үшін мақсаттан уас кешілмейді. Оған баратын жолдан уас кешіледі. Бизнесіңізде өзіңіздің мысалы үшін жаңа айттыңыз, әйеліңіз қатынасады, бар. Жұмысшылар тарапынан келген мағлұматтарға қарағанда қатты қолдау ұстайды. Ол сіз тараптан келген команда ма, я бірде өзі? Қазір мына қараң. Кім айтты? Жұмысшының. Дұрыс сұрау бердің. Мен оларға не қылмаймын. Дұрыс сұрау бердің. Мәселен қараң, қатты қол болады. Мынандай қылың. Егер сіз руководительсіз, бір руководитель қойдыңыз. Руководитель қойдың. Мысалға мен сені руководитель қылып қойдым. Сенің жұмысшыларың сені жамалап келсе, демек сен зор істеп жатсың. Талап қатты қойды. Түсіндіре алдың ба? Енді сен, егер сенің подчиненный маған сені жамалап келмесе, сен зор істеп жатқан жоқсың. Сен оларды ақылап жатсың. Енді мен келіншегіме не үшін ондай зат келеді, айт? Ол демек зор істеп жатыр. Өзінің вазипасын істеп жатыр. Мынандай бола ма, мәселен, бұрлар әйелін бизнеске емес еді, бизнеске ұлыма араласпай тұғын еді. Мысалға алдым, маған айтатын еді, ана жұмысың çoğutu бір зат қылып жүріпті дейді. Мен айтамын, сен үйде отырсаң қаяқтан білесің? Сол бір сені түсіреді ау дейді.
сен қаяқтан білесің, мен соны сенемін, мен соған көргенмен, тексеріп көргенмен деп ұрсам тыңламаймын ғой. Мұны сол жұмысты сол зат істейді. Себебі қараң, әйел адам дұрыс анализдеп білмейді, бірақ әйел адам арқалы саған басқа жақтан сигнал болады. Ядыңызда тұтың. Интуиция ма? Білмеймін, интуиция ма? Соның үшін сіздерге әйелді көмекші қылып жіберген. Сіздерде сондай бола ма? Болады. Болады. Ол мысалы үйде отырып қаяқтан біледі дейсің ғой, сіздерге сигнал береді. Құласы спикер дегенде, бизнес ұстаз дегенде көпшілік құры мотивация, ямыса грубо айтқанда инфо-цыган дейді. Оған сіздің жауабыңыз. Мысалы қарада, сені біреу, сау адам. Тешебай қалай десе бар ғой, ашуын келе ме? Сау адам айтса. Жақын адам айтса, оны елестірмеймін. Түсіндіресің ғой, мысалы, менің атым Тешебай емес, менің атым Әзиз дейсің, ә? Енді сен бір ома, бір бомыш, Тешебай қалай дейсің, күйеулен бөлмейсің ғой, мен сондаймын да. Вообще негатив істерге естіңіз соны қаласы айтқанда. Қараң, енді мысалға бірақ дұрыс енді экран алдында келмен, енді ойынымен, бірақ мотиватор мен ұстаздың парқын айтып берсем қалай болады? Зор. Біздер не үшін менің атым Ислам, не үшін Тешебай емес, я мысалы менің атым не үшін ұстаз, не үшін мотиватор емес екен деген айтсам. Өзі мотиватор деген қандай зат? Мотивация деген өз зат. Мәселен, боксер бар ма біздерде? Боксер. Кімді танисың боксер? Шахрам Ғиясов. Шахрам Ғиясов. Дұрыс па? Мысалы қарайын, мен мотиватор болып саған істеймін әзір. Диққат қылың. Мотиватормын мен. Мотиватор деген қандай адам? Мен ондай адам емеспін. Мен ұстазбын. Қара, мотиватормын да. Сен мен жақта Шахрам Ғиясовпен шыға жақсаң. Мен сен не жақсам? Сен өзің самат сеңін көтер. Сен күшлісең. Сен қолыңнан бәрі келеді. Сен артында халқың қарап тұрды. Сен Сен өзіңді көр, жең, бар, давай десем, сен не боласың? Жең аласың ба? Бір келді көресің. Ане, бұл мотивация беру. Мен ондай адам емеспін. Мен ұстазбын. Ұстаз не болады? Тоқта, қазір шыға алмаймын Шахрам Ғиясовпен. Сен мен 3 жыл тұрмыз, 3 жыл бірге тренировка істеуіміз керек, шұғыламыз керек. Бараман, көремен, так Шахрам Ғиясовтың ері слабый екен. Еріне ұрсам болады екен. Окей? Сөйтіп айтамын, питанияң дұрыс па? Саған 2 удар десе, мен ерім киіп қалады. Бұл мен саған инструмент беріп жатырмын. Түсіндің ба? Мен сондай адаммын. Мен ұстазбын. Мен тренермін. Окей? Мен мотивация бермеймін, бәрі нәтиже шықпайды одан. Мен нәтиже құмармын арасын айтсам. Маған келді ма біреу, соған нәтижеге шығармағаншы, мен ол затты тыныш қоймаймын ол адамды. Түсіндіңіз бе мотивация мен ұстазды? Әзілдер түсіндіңіз ба? Четкий. Да, Ислам Пірімбетов мотиватор емес. Ол әрдайым ұстаз, дальнейшем ұстаз болады. Соның үшін менен инструмент алың. Маған жағдай самат сеңін көтеретін затлар алма. Қашан төбелесем Шахрам Ғиясовпен? Құдай қаласа 3 жылда кеплейміз. Кейін және бір зат бар. Мынандай сұрау келеді. Исламның өзі миллионер емес, қалай ол миллионер қылады дейді. Енді қарайық, оғанам сұрау бар, жауап. Дұрыс емес пе? Дұрыс. Одан бар емес пе қаласымызда? Бар. Енді қараң. Мен врачым бар, мен сахар болып ауырған болсам, сахарный врачым бар. Не ол, мен емлеу үшін өзім бірінші сахар болып алу керек. Я болмаса, қайсы бір чемпион мир қылған тренердің тренері чемпион мир болған. Түсіндіңіз бе? Соның үшін ол миллионер табу, миллионерге инструмент беру үшін ол миллионер болу обязательно емес. Бірақ ол сенің орныңа оқыған. Ол саған кітапты оқып, саған мазмұнын түсіндіріп беріп жатыр. Яғни сенің кітап оқитын уақытыңды тежеп беріп жатыр. Соның үшін ұстаз деген бұл уақытыңды тежеп береді. Сен мысалға 27 жылда 10 мың доллар табатын болсаң, ұстаз саған сондай техникаларды айтса, сен мысалға 10 мың долларды 2 айда да табуың мүмкін. Әне менің кәсібім сондай кәсіп. Өзінің қабылдауына байланысты. Да. Нәубеттегі сұрауымыз шерекшілік бойынша. Шерекшілік мәселесінде қарай қалайсыз? Мысалы үшін 2 дос, мысалы 2 жора, 2 ағаны біргелікте шығарсыз. Нағаран, шерекшілік ешқашан өмірлік болмайды. Оның бір уақыты болады. Көп адамдар сол шерекшіліктің кесабынан 2 дос айырылып кетіп жатыр, 2 дос дұшпанға айланып отыр. 2 ағайын даже бір-бірін көрместікке кетіп жатыр. Соның үшін шерекшілікте ең басты нәрсе айырылысқанда қайтып айырылсамыз. Һәм неше жылдан кейін айырылсамыз деген уақыты болу керек. Мәселен қарайық, сіздер екеуіңіз шерек бизнес бастай жақсы. Мысалға сенде идея бар, сенде ақша бар. Дұрыс па? Мысалға Рауаж 100 мың доллар тіге жақ бар ақшасы. Сен бизнесті жүргізе жақсың.
дұрыс емес пе? Аха. Сөйтіп рауаз айтады, мінекей мен саған Әзиз $100,000 пұл беремін. Бірақ сен сол бизнесті баслайсаң, сөйтіп менің $100,000 пұлымды бересің. Пайда кетті айлық алып тұрамыз екеуміз. Бірақ сен маған $100,000 чистый прибыльдан, таза пайдадан беріп тұрасың. Әне мен $100,000 алып болғаннан кейін 3 жыл давамында маған чистый прибыльдан 30% тиесің бе, 40% тиесің бе, дұрыс па? Келісім. Соны төлеп тұрасың маған 3 жыл төлейсің, болды, бизнес сенікі. Болды ғой. Келісімге байланысты. Ава. шығу жолы. Оның келісудің мен 20 түрін білемін. Бұл ең адди ұсылы. Түсіндіңіз бе? 3 жылда уже айырылу керек. Сен 100,000-ды тігіп 100,000-ды алдың ба, 1 жылда алдың дейді. Қалған енді алып болғаннан кейін 3 жыл сен соның пайдасына тексерсең. Бизнесті шерік қылмаң ілтимас. Бизнесті шерік қылсаң, ол өмір бақи болады. Кейіннен біреуіңіз кетіп қалсаңыз, біреу мынандай болады, оны бөлістіру. Бәрібір ортада келіспеушілік болып. Мейлі. Кейін және бір затты білемін, шерікшілік арасында. Бір мен істеп жатқан фирма бар, поставщик фирма, екеуі шерік еді. Хамме бірақ көпшілігі шерік болып басылады. Бір 20 бір поставщикпен істескен болсам, соның көбісі бір 15-і шерік еді. 15-інің 14-і орыс, біреу-біреумен қарамайтын болып кетті. Тек біреу мощный қылып бөліскен. Қайтып бөліскен. Мысалға бизнес рауажданып кеткен, арадан 10 жыл уақыт өтті, бизнес рауажданып кеткен, қайтып бөліскен десем, маған четкий инсайт болды. Қайтып бөлісті десем, мысалға екі шерік келеді, бизнесті бөледі, теппе тең қылып бөледі. Сөйтіп, мысалға мынау бөледі, мынау сайлайды. Сайлайды дейсіз ба? Ава. Сен бөліп бересең бизнесті, так, мына бизнесті мынау суммасы мынаяққа, мынау суммасы мынаяққа дейсең, екіге бөлдік, болды, сайла дейсең. Енді мынау сайлайтын білген адам қайтып бөледі ол. Түсіндіңіз ба? Сонда справедливый бөліскен болады. Дұрыс емес пе? Айтасың сен, сайламай тұрып дұрыс бөлдің ба? Қапа болмайсың ба деп, қалеген насым не? Назарлар менікі, сенікі демеу керек. Яқ өйтіп болмайды. Һәм бөлістіріп, һәм таллату болмайды ол. Соның үшін біреу ортаға бөліп тастайды пирогты, пирог бөлу деп айтады. Пирогты ортаға тастайды. Сен таллауың керек. Сен таллауға хақың жоқ, сен ауысқанын аласың. Сонда сен қайтып бөлесең? Тең бөлесің. Тең бөлесің. Екеуінің точно бөлесің. Әне. Кейін сұрау, жұмысшыларды қабылдаудағы, яғни жұмысқа алудағы қадіраттыларына, несіне қарайсыз? Жұмысшыларды алуда мен еш характеріне қарамаймын. Мен тек қана нәтиже бере аламын, бере алмаймын. Мәселен, мен сатушы алатын болсам, маған сатушыдан не керек өзі? Маған сату керек. Маған күніне 6 заказ керек. Ямаса 8 заказ алу керек. Сіздің планыңыздан шықса болды. Ава, 8 заказ алу керек, средний чек бір $200 болу керек дейміз. Бірақ оның характері, характері жұмысқа келмесе де мейлі, маған 8 заказ алса болады. Планыңыз орындап берсе болды. Да. Енді өзіңіздің IP консалтинг бойынша қызметтеріңізді, нелеріңізді айтып өтсек, оған енді не десек болады. Көргендер, мысалы үшін көріп жатқандар, видеоны көріп жатқандар, қайсы қызметтерінен пайдаланса болады, қайсысына сабағыңызға барса болады, сол бойынша кішігірім айтып өтсеңіз. Енді біздерде қазір основной 11-12-дей бір курсымыз бар. Әр қайсы бір-біріне темалар бөлінген. Бірақ IP консалтингтің миссиясы ең біріншісі өзсіз бизнес істеп тұруын тәмінлеу, оларды құлдықтан азат ету, олардың саудасын рауаждандыру, һәм номер 1 компания қылып өсіру. Енді 11 зат 11 жөнелістен барып асырсақ болады. Біреуінде мысалы сауданы асыру арқылы рауаждандырсақ болады, екіншісінде жұмысшыларды тура басқару арқылы не қылсақ болады, үшіншісінде бизнесті санларға айландырып апарсақ болады оны. Яғни бәрі бір миссияға барған 11 болса да. Бірақ бұны не біреулеріміз мысалға маркетингті күшейтіп баруымыз мүмкін, біреулеріміз сауданы асырып баруымыз мүмкін. Ақырындағы мақсат бір. Ақырында мақсат бір. Соған жөнелтілген. Себебі біздердің миссиямыз біз еркін бизнес келешегін жаратамыз деп. Қосымша қылып өтейін, Ислам аға, сол жерде жаңа бизнестен шығып кету, өзіңіз бизнес істей беру деп жатсыз. Значит, бұл операционнан шығып кету. Ол өзі шығып кеткен уақытында не десе болады, енді бәрібір өзің болмасаң жұмыс жүрмейді ғой, бизнесің болмайды ғой деген бәрібір де сұраулар болады. Өзің ешкімде істемейді ғой деген. Шығу дегенде мен тастап лақтырып кетуді айтып қалғаным жоқ қой. Мен әзір достықты түсіндіріп берсем болады ма соны? Зор. Операционкада қалай бизнес шығып кету керек дегені бар. Мәселен көрейік. Өзі бизнесті А точкадан Б точкаға апару үшін қызмет қыламыз, дұрыс па?
мысалға мына б точкамыз, мына точкамыз. Мәселен, егерде 100 миллион сауда істеп тұрған болсақ, соны 500 миллионға апарғымыз келеді. Любой бизнесменнің арманы. Бірақ соның үшін ішінде жүре береді бизнестің, иә? Енді қандай болу керек? Бұл не? 500 миллионға, мәселен, соның үшін баратығын стратегия, яғни баратығын жұмыстарды, істейтұғын жұмыстарды істеу керек. Бұл бизнес иесінікі, қоятығын нәрсесі. Бұл мысалға 1 жылдық болуы мүмкін. Дұрыс па? 1 жылдық жұмыстарды айтады. Не істеуің керек? 1 жылда 100 миллион, демек 200 миллионға апаруың керек деп болды, сұзатты қойса болды ғой. Осыны требет етсе болды. Демек, мына жерде мысалға бұны кімге тапсырады? Бұны руководительге тапсырады. Руководительге не болады? Мына жерге жетсең 1 жылда, сен мотивация, яғни сыйлығын қояды. Кейін яғни жазасын қояды. Болды, бизнес иесінің жұмысы бітті. Қояды, сөйтіп, әрбір 1 айдан корректировка қылып тұрады бұған. Қане сен график десем бе, график демесем бе? Енді руководительдің вазипасы не? Руководительдің вазипасы ұсының ішіндегі операционка деп айтылатын мына жұмыс не? Мына жұмысты руководитель істеу керек. Түсіндіре алдың ба? Енді руководитель мына жұмыстарды істеу керек. Енді руководительдің астында подчиненный, яғни оған бағыныңқылы жұмысшылар бар ғой. Олар мына жұмыстарды істеу керек. Түсіндіре алдың ба? Енді мінеді руководитель неге сыйлығын қояды, неге жазасын қояды. Әне сөйтіп шығылады. Демек, бұл 1 жылдан кейін хабарласа болады. Бірақ әр айда телефонда болсын, Google Meet'те болсын, әр айда корректировка қылып тұру керек. Сен график десем бе, график демесем бе. А бұл руководитель әр хаптеде контроль қылып тұру керек. Түсінді? Просто сұрайтыңыз. Так, саған не қойылған? Мысал қара, 1 жылға мынаны 12 деп өзбесең, айына қанша істеп тұру керек, мысал бір не істеп тұру керек деген бар, оған әне. Біздердің жұмысымыз мынау. Егер оған жете алмай жатса, руководитель алмастыру керек па, я бірде операционка жұмыс деген міне. Қазір бизнесмендер бар, міне де жүрді, руководитель вазипасын атқарып жүрді, ішінде операционка. Түсінбей қалдың ба? Түсіндім. Егер соны планға орындалмай жатса, руководитель алмастырылу керек па, я бірде оған қойған стратегияны өзгерту керек бола ма, бағана айтқандай жолда? Мысалға қараң, әр айда контролдайсың, 1-ші айда шыға алмады, 2-ші айда шыға алмады ма, уже замин өзгерту. Алмастыру керек. Сен ол ар жағына бармайтын анық. Дұрыс па? Сен жерде жазасы бар ғой. Значит, бұл жерде түсінікті болғаны, әрбір жұмысшыға, әрбір руководительге өзінің тапсырмасын орнымен тапсырмасы. Сіз мынаны тапсырдыңыз ба, бұл не хабарласу керексіз, бұл руководительдің вазипасы. Енді неге қойдым ба, мынаның астында руководитель қарамайды, ол подчиненный жұмысшылардың вазипасы. Кішкентай кезіңіздегі Ислам Пірімбетовқа не деп маслихат берген болар едіңіз? Адам, сатуды үйрен, сатуды. Уақытыңды құру босқа жіберме, мақсат қоюды үйрен. Мақсатыңа ерісуді үйрен. Мақсатсыз ешқашан жүрме деген болар еді. Көпшілікке қойылатын сұрау, һәм бұл сұрау әр көрсетуімізде беріледі, әр мейманға беріледі. Пұл бақыт алып келе ме? Пұл бақыт алып келме. Пұлдың өз бақыт алып келмейді. Бірақ бақытлы болып жасау үшін сізге 3 еркіндік керек. Егер осы 3 еркіндіктің біреуі болмаса, адам ешқашан бақытлы жасамайды. Мәселен, бірінші еркіндік бұл финансылық еркіндік, сіз айтқандай. Пұл еркіндігі, ақша еркіндігі. Екінші еркіндік бұл физикалық еркіндігіңіз. 12 мүшеңіз сау, ешкімнің жәрдемсіз тәжетханаға барып келесіз, көшеге шыға аласыз, емін еркін жүре аласыз. Үшінші еркіндігіңіз бұл юридикалық еркіндігіңіз. Қамауда емессіз. Сізге шекленбеген, шетелден үйіңізден қалаған уақытта шығып кетесіз, қалаған уақытында келесіз. Әне сол үшеуі біріксе, адам бақытлы жасайды. Енді қараң, пұлың бар, бірақ сіз қамақтасыз. Юридикалық еркіндік кейміз. Бақытлы жасай аласыз. Қамақтасамыз. Әне, қамақта емессің, юридикалық еркіндігің бар, пұлың бар, бірақ аяқ қолың жоқ. Бақытлысың ба? Соның үшін бір пұл бақыт алып келеді деген емес. Сол 3 еркіндік болса ғана адам бақытлы жасайды. Көпшілік адамдар баласын бизнесмен қылғысы келеді. Аз балаларыңыз жас қойған. Балалар қалай өседі? Сіздер неге өспей жатсыз? Адам қайтып өседі? Сол туралы айтып берейін бе? Адам қалай өседі? Адам тек қана сорау беру арқылы өседі. Бір тупикке келіп қалды ба, сорамаймыз да. Соны шешкен жасығамыз да. Негізі адам сорау керек. Сізді рауажандар атқан сорап алу. 13 мәрте неге бармын? Сорап алу үшін барамын. Өзімдегі проблема. Бірінші болып аламын. Мен мысалға бір руководитель қоямын. Руководитель болу үшін не қылым керек? Неден қорқытып па мен руководитель алу үшін? Бір 6 сұрауым келеді.
мен 6 қалай қоямын, оқулық жетпеді ғой. 6 аламын да кеттім, барып сұрап қайтамын. Маса сол жерден сұраймын, кейін сол жерде қатынасушылардан сұраймын, миллионер балдар бар, миллионерден сұраймын, сен қалай жеңдің деп та. Сөйтіп келіп соны қолдайды. Ал біздерде не үшін рауажданбай жатыр адамдар сұрамайды. Кел өзім үйретемін дейді маған деп. Себебі біздер тартынамыз, біздер қорқамыз. Бұл зат қаяқтан шыққан айтайын ба? Бұл зат жастайынан ата-аналарымыз сөйтіп үйреткен. Ұялу деген. Я, мысалы сен кішкене кезінде сұра. Жоқ қой сұра, басымда ауырып жүрмін, өзі жұмыстан шаршап келген кезде білейін. Соның үшін айтып балаларыңызды бизнесмен қылғыңыз келсеңіз, бірінші затымыз сол. Сұрауларына жауап берің. Оны ешқашан игнорировать етпең. Жерге ұрмаң, аумасам ба, білмейсем бе соны, ондай гәптер керек емес. Сұрауды кейін ол әммеден сұрай алады. Сіз қазір үйде соған тұйық қойып тұрсаңыз, көшеге шыққаннан ешкімнен сұрамайды. Ол тек ата-анасынан сұрамайды, өзге біреулерден қалай сұрайды ол? Кейін екінші сат, балаларымызды бизнесмен қылу үшін талдау құқығын берің. Талдау құқығы бар ғой, мәселен қандай? Мысалы бір жерге бір шкаф ала жақсы, мебель ала жақсы дейді. Айт, балам шақырайық, мейлі ол 15 жаста болсын, мейлі ол 8 жаста болсын, мейлі ол 5 жаста болсын, айту керек. Балам қара, мерге бір мебель ала жақсы. Мамаң мынандай светін алайық деп отыр. Мен мынандай светін, сен пікірің қалай? Ол ойлайды, мына үйде менің пікірім жүреді екен ғой деген болсын. Себебі сіз не үшін бизнесменсіз айтайын ба? Сіздің үйде пікіріңіз болған. Қандай да бір шешім қылған. Содан кейін сіз бизнесменсіз. Егер пікір, ямаса бір шешім қабыл еткен да бұл. Шешім қабыл еткен адам жауапкершілікті алдым деген уж. Басқаға мен арқай айта алатынмын. Түсіндіре алдым ба? Соның үшін сіз бизнесменсіз. Мен сондай, мен сондай үйде. Ал кімдер бизнесмен емес? Олар шешім қабыл ете алмаған. Олар несін айта алмаған даже. Ішіндегісін. Да. Енді 10 жылдық алдыңғы білімдерменен 10 жылдық кейінгі, 10 жылдық ертеңгі болатын білімдердің бәрі farkı бар ғой қазіргі күнде. Себебі білімді тез алып тұрмасақ, себебі мен өзім адамдарға сабақ бергеннен кейін олардың сұраулары бар, жауаплар, неге сіздердің сұрауларыңыз бар, барлығы қаяқтан шығып жатыр. Әлбетте бұл менің сұрауым емес. Жауабым емес менікі да, бұл әмес ұстазларының жауаплары. Қане соның бәрі менікі болғанда. Оның үшін алдын туылуым керек еді мен. Соның үшін қараңда біздер ұстаз арқалы өсеміз. Егер ұстаз болмаса өспейміз. Мәселен қараң, бала бар, бала. Ол не? Үйреніп өсем, әттек сөйлеуден білмейді ол. Жүруден білмейді, ұстаудан білмейді зат, Оны ең бірінші ұстазы ата-анасы болады. Оған не болады? Информация көрсетеді. Деп же, алдыңа төкпе, мынандай қыл, бұлай жүр, аяғын бастырады, дұрыс па? Әне содан кейін сол ұстаздық қылса, о бала рауаждана ма? Енді көрейік, ұстазын алып тастап, өзі өссе қандай болады? Ал ұстаз керек пе екен бұл дүниеде? Обязательно. Енді ол өмірге қадам қоятын ұстаз. Ал бизнеске қадам қоятынға бәрі бизнес бойынша керек. Себебі ата-анамыз бизнесмен емес қой. Соның үшін әр затта ұстазың болсын дейді. Егер сен $1 миллион миллионер болғың келсе, онда кемінде 40 ұстазың болсын дейді. Себебі әрбір адамда 40 жөнелісі болады. Әр біреуінде ұстаз болады. Біреу мәселен семьяға басқару бойынша ұстаздық керек, денсаулығың бойынша ұстаз керек, маркетинг бойынша керек, адамдарды сезу ұстаз керек. Сондай 40 таласы бар дейді да өзі. 40 ситуацияны шешесі, яғни 40 мынандай не бар, сізге шешуіңіз керек болған заттар бар. Семьялықта бір зат шешуіңіз керек, жұмыста, жұмысшыларменен, әрқандай ситуациялармен, денсаулық арасында, баланс хақында, солардың әрқайсысына ұстазың болса, сіз тек қана миллионер боласыз. Ұстазсыз миллионер бола алмайсыз. Және маған бір чемпионды айтып беріңіз, тренер жоқ. Тауып берің, қате маған біреу. Жақсы біреу барша, бір екеуін тауып берің. Осы жерде сұрау келіп қалады да, бірақ та ешқандай сабаққа бармай, ешқандай ұстаз тұтынбай, қазіргі уақытта жақсы табысы бар, жақсы дараматқа ие болған бизнесмендер де бар. Олар сонда ұстазы өмір. Зор сұрау айттым. Маған біреу сұрау беріп еді как раз. Мына қараң, біраз бизнеслер бар, мысалы өзі жұмыс істемейсең. Мәселен қарайық, су, дария бір тәріплеме ағады. Екі тәріплеме ақпайды ғой, бір тәріплеме ағады. Мысалға егер сен сол дарияның ағымына тек кемеңді қойсаң болды, өз ап кетеді. Ол сондай бизнес та. Бірақ әмме бизнестен ондай емес та. Енді қара, егер ол қойған болды жүріп кете береді. Егер олсы біліммен қойғанда ол мотормен бір ала кетер еді да. Дұрыс, әзір мысалға ол сол бизнесте $1 миллиард табатығын бизнес еді. Негізі ол қайта ағымға қойған. Бірақ ол оқығанда миллиардер болатын еді.
ол миллионер болды келіп отырыпты, не шүкір деп отыра береді. мақсат қойғаныңыздан кейін мысалы үшін ұстаз ол мақсатқа енді әрқилы бар ғой, мысалы үшін әммесіне де жете беру мүмкіншілігі жоқ. Жете алмай қалған уақытыңызда өзіңізді қандай қылып ауындырасыз, жазалайсыз. Ауындырсаң бұл атмос болып кетеді. Бірақ ол өзіңізге деген сенімді жоқ. Да, бірақ осы уақытқа дейін бірақ мақсат қойған болсам, дұрыс жетпеген мақсатым болмады да, бірақ сәл кешігіп жеткенім болды. Бас кешіп кетіп, Ондай болған жоқ. Айта берің расын. Болған. Бірақ жаңағыдай жолына уаз кешкенім болды. Жолын өзгерткеніңіз. Өзгерткен болды да. Мысалы, сеть магазин ашамын, запчас дегенмен, деп қарап отырсам, ол мақсатқа басқа жолмен барса болады. Содан кейін ол жолды қойып, мынандай қылып, заман масын күшейтемін, автоматизация қылып, едене қыламын дедім, одан анық кетті. Бас кешпен бірақ тоқтатып қойып, екінші жолмен барсам болатын анық шығып отыр. Бұл Сәубет атлы подкастымыздың ең басты мақсаты енді бастап отырған һәмде бизнес иелері, бизнесінде ақсақлық, яғни аурулық сезген тәтбіркарларымызға, бизнесмендерімізге осындай күшлі ұстаздарымыздан һәмде күшлі бизнесмен тәтбіркарлардан алатын инструменті. Осы видеоны көріп, осы подкастымызды көріп, өзіңізге қандай да бір инструмент бізді алсаңыз, біз соған қуаныштымыз тұрсыңыз достар. Да, зор, әлбетте. Мен өден әз етем айтайын ба? Мен тренинг сатып пұлынан әз етпеймін. Тренингте оқыған адам өзінің нәтижесі маған көрсетіп алып келеді ғой, әне сөйі маған удовольствие береді. Ұстаз, бізде енді бағана сіз өзіңіздің бір сауғаңызды айтып өттіңіз. Негізінде бізде шартымызда бар еді. Осы подкастымызда әрбір келген мейман өзімен бірге келсе, қандай да бір болса сауғасымен келу зарur еді. Енді ол жауапты тауған нысанға да бір сауға берейік, өзіңіздің және бір сауғаңызды атап өтсеңіз. Мәйлі, және бір адамға, мәселен, сондай people консультация болсын, мәйлі, мынандай қылайық. Егер бизнес иесі болса, және бір people консультация қылайық. Ал егер бизнес енді бастаушы болса, оған бір бизнес формула атылы бар, как раз бірінші қадемдер деген курсымыз, соған people қатынастар саған бар. Зор сабақ. Бұл сабақ 10 миллион тұрады қазір күнде. Әне соған мен бір, мысалы сізге көп жақсы комментария берген адам болса, мен соған оқытуға шарты мынандай. Осы ұстазымыздан жақсы ұсыныс келіп түсті, жақсы сауға келіп түсті. Бұл сауға бизнес формула атылы сабағылығына, яғни сауға. Бұны қандай қылып анықтайтын болсақ, бұны YouTube тармағында біздің осы каналымызға кіріп, жақсы сұрау берген бір дана достымызға осы сауғаны тапсыратын боламыз. Ұстаздың өзі көріп, мына сұрау маған ұнады деп, һәмде оған жауабын да айтып өтеді. Әлбетте. Зор. Құласы достар, біз онда өзіміздің жойбарымызды жұмақлаймыз. Келесі санда көріскенше, әлбетте каналымызға ағзалып қойды ұмытпаң, һәмде комментарияда өзіңіздің жақсы пікірлеріңізді, һәмде сұрауларыңызды беріп қойсаңыз болады. Ұстаз, әлбетте сізге рахметімді айтқым көптеген. Біздің ілтимасымызға жерде қалдырмай келгеніңіз үшін көптеген рахмет. Жұмыстарыңызға табыстар, шаршама. Сіздерге де үміт тілеймін, осы проектіңіз әрдайым дауами болсын. Құдағасы менен басқа құдағасы бизнесмендер келеді деген үміттемін. Достар, ондай болса нәубеттегі көрсетуімізде кім мейман болып келуін қалайсыз? Комментарияда өзіңіздің пікірлеріңізді күтеміз, һәмде соған қарап біз келесі мейманды шақырып ілтимас етіп көреміз. Ондай болса, көріскенше.